Намаз оқитын адам боқ ауыз айтса күнә ма дейді. Әне намаз оқымайтындар айта беруге бола ма не? Мен боқтай беремін, неге? Өйткені мен намаз оқымаймын ғой деп боқтаса бола ма не? Боқ ауыз сөз, жаттап алыңыздар. Боқ ауыз сөз күнә, боқ ауыз сөз ризық нәсібеңді азайтады, боқ ауыз сөз бетіңдегі нұрыңды алады, боқ ауыз сөз өлетін кезде сасық күйде өлуге алып келеді, сасып өлуге. Боқ ауыз сөз ата-ананың дұғасы балаға өтпеуіне себеп болады, және боқ ауыз сөз балаларыңыздың сізді тіліңізді алмауының себебі болады. Осы 7 себеп айтылған. Сондықтан боқ ауыз сөзден қанша қашқан сайын, сонша дұғаң қабыл болады. Боқ ауыз сөзден қанша қашқан сайын, Алла тағала сауап амалдарыңыз еселенеді. Сол үшін боқ ауыз сөз намаз оқығанға да, намаз оқымағанға да айтуға болмайтын сөздің біреуі. Қойыңыздар оны сөзді. Подписаться дегенді басып қойыңыздар. Алла разы болсын.